Күнделікті өмір ташушыларынан шаршадыңыз ба? Кеуілді көтеріп, бір жазылсып күлуді қалайсыз бе? Енді бала темасы басыланғаннан кейін біздер жас үлкендердің көп айтатын сөз бар. Қазіргі жастар қайыққа баратыр. Олар ашуланбайды, оларым қызықсынады да, қайыққа баратыр біздерім барғанда дейтін шығар енді. Жастар қайыққа баратыр растан. Біздердің балалығымыз қандай ажайып еді. Мысалы, біздер бала кезімізде сондай әдеплі еді. Біздер кішкентайымызда сигарет шекпейтін едік біздер. Сигаретті құрбақаға шектіретін едік. Күлгілердің бәрі сынап көрген соны. Қашан жарылады құрбақа деп та. Кішкентай вақытымызда кәмпитті, ата-анамыздан кәмпитті ұрлап жасырып жейміз. Үлкейгенде балаларымыздан жасырып жейміз. Кішкентай вақытта мектепке барып манту дей ма, сондай жер, укол салады, әмеге бірдей қалып. 3 күн су тигізуге болмайды. Бір қолмен жуынып жүреміз 3 күнге кішкене. Жуынуға болмайды да, су тигізуге болмайды. Ал үлкейгеннен кейін жуынуға болады, ішуге болмайды. Укол алсаң ішуге болмайды. Бала болған жақсы болма десең де. Енді үйдің кішкентай болған қандай әжайып. Хит та үйде. Ауқаттың мазалы соңғы, шердің сөз болса, еркелету бәрі соңғы. Біздер енді 7 перзент болып өстік қатара. Үйдің кішкентайы, енді бірімлеп, 2 аптадан бір нөкіске бір той мереке барса қыдыртады. Біз нөкіске бару арман үлкен. Ол енді 7 адамнан айламып келіп білесіз ғой кезек. 6 айға шекем айламып келеді кезек. 6 айда ұмытып қаласың қайырға барған, қайттан таза қалаға кендей болсын. Үйдің кішкентайына бонус бар льгот. Әр барғанда қосылып барады да ол. Үйдің кішкентай болған жақсы. Ал бірақ үлкейгеннен кейін үйдің кішкентайын аяйсың да. Қызметтің бәрі соңғы. Ашу кесе де содан ашуын алады. Бақырстың бәрі соңғы. Сондай. Енді біздер кішкентай вақытымызда бір қыдыратын болсақ, қалтаға қолын салсаң, ярым қысым дұз. Ядыңызда ма сондай болатын беді? Тек біз үйдемеді. Әмеді шар, көз тимесін дейді да, дұз сап қояды. Ана қалтаға салсам дұз, мына қалтаға дұз. Қазір неге ата-аналар балаларын қалтасына дұз салмайды? Білетті олар, экология денесінің бәрі дұз да, көз тимейді. Балал қандай жайып, біздер ойыншықты қолдан жасап алатын едік. Мысалы, бір екін аламыз, мен ана екеуін қағамыз, автомат тайыр, я? Кімнің автоматы күшлі? Жақсы соғылғанда енді. Ал қызлар шайнек кесе соғады алайдан, я? Деп, түпіріп. Ядыңыз ашады. Шайнек кесе соғатын еді, сол кезде қоңсы қызларды көріп білсең, қайсы қоңсының қызы бір шайнек кесеге ебі бар деп қойсың да, сынап бастайсың. Сондай еді. Қазіргі балалар тайын ойыншықпен ойнамайды. Дұрыс па? Тайын ойыншық әкеп берсең, балалар ойнамайды, оларға телефон керек. Телефон болғанда сенсор телефон. iPhone, iPad, қымбат. Компьютер. Папасымен баласы таласып ойнап отырады компьютерға. Ойыншықлар жатыр ана жақта да. Бірақ ойнамай тұра берсін керек болып қалады. Ойындардың түрі көп еді. Шүлік, қашарман, ләңкі деген ойын бар еді. Шишаны сындырып, бас бетін, мойны сынбау керек та, аяғын сындырып тастайсаң. Жасырынбақ деген ойын бар еді. Қараңғы түскенше жасырынбақ ойнаймыз. Қараңғы түскен уақытта летающий тарелкадан қорыққанымыздан қайтамыз. Летающий тарелка кетіп қалады. Қазір балалар түсінбейін шығар, олар қызық емес. Бізде бітті қара волга деген шықты. Күлгілдер біліп жатыр да, қара волга кетіп қалады, тез үйге қайту керек. Сондай әжайып балалығымыз. Ең жақсы ойын бұл құрылып жатырған стройка. Үйдің қасында бақша құрылып жатыр еді. Тақ-тақ ойнайтын жерде ол полигон. Жығып кетеміз деген жоқ, мінеміз, түсеміз, десант. Автоматлар бар мойында, я? Тақ, уақ, өлді, жығып жатады. 10 минут қозғалмай жатады жерде, өлген ғой. Бар жан беріп кетеді біреу, тіріледі қайттан. Жан берін бар. Жан берін барынан деген сөзі, жанымызды беріп ойнайды екенбіз да сөзі. Сондай әжайып ойындар бар еді. Енді қазір
Шоколад, жвачка, мороженое бұл еш жаңалық емес. Біздердің уақытымызда тек 2 сақ қыз бар еді жвачка. Ну погоди, қарамай. Ажағаң асфальт зауытта жұмыс істесе, сен байсаң да сен. Оламын ешкәбе, ну погоди. Аламыз, шайнаймыз, жетсе бермейді. Дәмі кетіп қалмайды, бір шайнап білейін. Бүрсе сен көп шайнадың. Сол кезде енді гигиена дейді ғой, қазір біреудің қасыңнан біреу ауқат жемейді. Бірақ сол кезде әйтеуір ауырып жатқан баланы көрмеді. Өздеріңден сөйтіп өстік қой. Бір шайнап бер бақ өстік сол. Біздердің балаларымызға айта берсең көп. Үйдің үлкені таза киім киеді. Одан қалған сен кисең, жыртпай ки, үкіңам ки көре келе. Тосаттан саған таза киім алынатын болса, 2 размер үлкенін алып, шартылы түрде. Биыл кидің, жарынан кисең. Костюм шалы бар, балағы жеңін қайырылған, мектепке барады. Спортивка, спорт костюм дейді ғой, белі қысып тұрады, спортивка. Белі қысып тұрады, қалтасы ашықта айлам кеткен болады. Курткілеріміз қандай жайбе? 999, 888 деген китайский курткілер, ядыңызда ма? Қалтасы үлкен, енді қалтасына қолын тұсың, демесең жетпейді. Қалтаң түбінде бір 2 жігілдік қап қойған болса, соны істеп жүре берді. Енді ең қызыға жаңа спортивка деп атырмыз ғой, кең еді ғой, енді қолын көтеріп атсам ба, төмен түсіп тұрсам білмейді ода. 9 класста мен киген спортивкам әзірам маған болады да. Келешекті ойлап әперетті ата-аналарымыз ол кезде. Азыр кең емес, тар мода болатыр. Бұрын 2 размер үлкен әперсе, азыр 2 размер кішкентайын әпереді. Я тізесіне жетпейді, юбкасы. Шалбар толық көтерілмейді жоғарыға да шалбар. Түсіп кетейін деп тұрып, мен ойлап қойған 1 размер кішкентай мынау 2 размер. Түсіп кететін шығар деп қорқып тұрсам. Көкірегін жаппайды. Яқ жоғарыдан жетпейді да енді кішкентай размер. Я іш жауылмайды, күнді көрініп тұрады да. Ішің жау тырысып қалады десең, өздері тырысып қалады.